Мынау көрдің бе? Анау жидеден бастап менің жерім деп тұрмын ғой, ақа. Енді мынаңаршы міне. Малдың басы ғой мынау. Өре терілері міне шығып жатқан, көрініп тұр, міне терілері міне сасып жатыр. Малдың жаңадан шыққан боғы міне. Мал өткен жерден ше. Мына жерден тростар міне сүйреп алып келгені, ана мүйізі, ана сүйектері шығып жатқан ше. Түсіндің ғой? Енді қара енді. Мен былтырдан бері бұған айтып жатырмын да, былтырдан бері. Жаңағы әкімге де айтып жатырмын, вет станция, вет лабораторияға да айтып жатырмын. Мына малды, өлген малды бұлар алып кету керек болатын. Былтыр октябрь айында қалай қалды, содан кейін октябрь болмай бұл көміп тастады, көмген беттен мұз болып қатып жатты. Қазір енді сасып ауру таратып отыр. Бұны енді өзің көріп тұрсың ғой, мен бүйтіп алайыншы. Өзің ат жөнін тоғатып жүрші. Медет алды берген. Мен айтамын, мен енді осыны қазір түсіріп жатырмын да, өйткені малдың өткенін көріп тұрсың мына жаңадан. Мына ертең мына сүйек жесе мына сүйектен бүкіл ауру жұғады малға. Бұны семен мен жанымыз ашып осыны айтпасақ, ауданда жан ашып айтатын адам жоқ. Ауыл адамдарына. Оларға бәрібір. Мына малдың не октябрь айында мал өлмейді ғой. Өзінде ауылда өзген азаматсың ғой. Октябрь айында май просто жайдан жай ғана өлмейді. Бір ауру себептермен өледі. Енді қандай себеппен өлген ешкім білмейді. Кімдікі де белгісіз, Кімдікі екенін мен де білмеймін. Олар да білмейді. Бірақ мен айттым, өйткені менің жерімде жатыр мынау. Менің жерімде жатыр мына. Қойшы, ертең адамдар келіп сүйреп саған да белгісіз. Сондықтан бұны енді қазіргі шаруашылықпен айналысқаннан кейін енді жатсың ғой енді. Ауру таратады ғой мына. Елбасымыздың өзі жеңілдік жасап 6%-пен кредит берді. Дұрыс қой, ол деген күшті көмек қой. Асыраған малыңа субсидия беріп жатыр. Ол да дұрыс қой, 190 бастан 10 бас бір сөз шығаратын болса, 1000 бастан 100 бас кетеді сонда. Дұрыс қой, Сонда 10 жылда Ақсу районында 1000 бас мал болса, 10 жылда бір бас мал қалмайды. Ол не деген сөз? Ол елбасымыздың бізге деген көмегін бермеген, бізге берген көмегін ақтамадық деген сөз ол. Кімнің арқасында ақтамадық? Осы жердегі жаны ашымайтын чиновниктердің арқасында біз ақтамадық. Сондықтан осыны сен болып, мен болып, осыны кішкенемді елбасына болсын, басқа болсын, жаны ашитын ағаларға болсын жеткізуіміз керек қой.